Асылжар, аяулы ана, ұлағатты ұстаз. Тілешева Назым Митанқызы 1941 жылы 20 наурызда Жамбыл облысы Байзақ ауданы Байзақ ауылында дүниеге келген. 1959-1965 жылдар аралығында Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік педагогтық институтын орта мектепте математика және сызу мұғалімі бойынша бітірген. Еңбек жолын 1965 жылы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Дихан ауылындағы Ленин атындағы орта мектепте математика пәні мұғалімі қызметінен бастады. Саналы ғұмырының 30 жылдан астам уақытын жас ұрпақты тәрбиелеу ісіне арнап, көптеген шәкірттерге білім мен адамгершілік дәнін еккен ұлағатты ардагер ұстаздың зейнет жасына дейінгі еңбек жолы осы тұғырдан таймады. Жас ұрпақ тәрбиелеу ісіндегі ерен еңбегі үшін Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері белгісімен және Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің алғыс хатымен марапатталған. Бүгінгі таңда Назым Митанқызынан өнегелі білім, тағылымды тәрбие алған азаматтар тәуелсіз еліміздің негізін қалап, өсіп өркендеуіне үлестерін қосуда. Ата-анасынан берілген тәрбиені адал жар, инабатты келін, ардақты ана, асыл әже ретінде таныта білген Назым Митанқызы өз ортасында жақсы қырларымен, өнегелі істерімен көпшіліктің сый құрметіне бөленген асыл жан. Кемелжан ретінде жарық дүниеге әкелген 3 перзентіне тәлімді тәрбие беріп, абыройлы азамат қатарына қосты. Бүгінде өрісін кеңге жайған әз ананың өрен жарандары өмірдің әр тарабына қанат қағып, биіктерге құлаш сермеуде. Сол жетістіктің тума бастауы Назым Митанқызының табанды еңбек, маңдай тер, толағай қамқорлығы.